Ассаляму алейкум. Сіздермен бүгін әр түрлі көкөністердің қоспасын қыс мезгіліне арнап дайындап сақтаудың ең оңай әрі қарапайым екі тәсілімен бөлісетін боламын. Бұл тәсілдер өте оңай. Бұл тәсілдердің ерекшелігі ешқандай термиялық өңдеуді қажет етпейді, және де барлық дәрумендер бойында сақталып тұрады, және де көкөністеріңіз жаз мезгіліндегі сияқты балғын күйінде сақталатын болады. Қажет көкөністер ол қызанақ, сәбіз, тәтті бұрыш, түсі әдемі шығу үшін осылай жасыл, қызыл түстерін араластырдым. Аскөк, кез келген аскөктің түрін қоссаңыз болады. Менде укроп пен жасыл жуа, және де 3 пияз қостым. Барлығын осылай тазалап, аршып жуып алдым. Ең алдымен бұрыштарымызды осылай ұсақтап 4 бұрыш етіп турап алдым. Осынша мөлшерде бұрыш шықты. Барлығын кастрюлемізге салып отырамыз. Келесі бізде сәбізді үккіштің үлкен көзінен өткізіп аламыз. Қызанақты да дәл бұрыш сияқты ұсақтап 4 бұрыш етіп турап аламыз. Пиязды да ұсақтап турап аламыз. Аскөкті де барынша ұсақтап турап алғандарыңыз дұрыс. Барлық көкөністерімізді турап болғаннан кейін осылайдан жақсылап араластырып аламыз. Мен осындай дайын пакетиктер пайдаландым. Қарапайым целлофан пакетке де салып, аузын орап дайындаса да болады. Әр пакетикке 5 ас қасықтан салып отырдым. Көкөністерімізді пакетикке салып болғаннан кейін артық ауасын шығарып, пласт ретінде жасап, аузын бекітіп қоямыз. Мұндай пакетиктегі көкөністерді пайдаланған өте ыңғайлы. Бірінші немесе екінші тағам түрлеріне де жарай береді. Тағамды даярлап жатқан кезде мұздатқыштан біреуін алып, қоса саласыздар. Енді біз қалған көкөністің салмағын өлшеп алу керекпіз. Бұл көкөністі банкаға жауып, тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Бұл көкөністің әр килограммына 170 грамм тұз қосатын боламыз. Бізде 1,5 килограмм көкөніс шықты. Енді осыған 255 грамм тұз өлшеп алатын боламыз. Тұзды көкөнісімізге салып, жақсылап араластырамыз да 15 минутқа қалдырамыз. Көкөніске тұз жақсылап сіңіп, сөл бөлетін болады.
жақсылап жуылған банкаларымызға салатын боламыз. Бұл банкаларды стерилдеп қажет жоқ. Банкадағы көкөністерімізді осылай кішкене басып, сөлінің бетіне құятын боламыз. Бұл банкадағы көкөністерді пайдаланар алдында суық сумен шайып жіберсеңіз болады. Банкаларымыздың қақпақтарын жақсылап жауып, тоңазытқышта сақтай берсеңіздер болады. Көкөністерді дәл осы әдістермен сақтап көріңіздер, келесі жазға дейін бүлінбейді. Мен пакетиктерді дәл осылай мұздатқышта сақтаймын, ал банкаларды тоңазытқышта сақтайтын боламын. Видеом ұнаса таныстарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сіздермен болған Хан қызы Керімай.